Сәлем достар, біз бүгін ағылшын тілі туралы түсіреміз. Міне кітаптың сырты, 6-шы сынып. Каналға подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Бірінші, мына 76-шы бет, 3-ші тапсырма, мына грамматика ережесі. Бірінші сол ережесін түсіндіріп берейін. Мында I, he, she, it қа уас жалғанады. I дегені ол мен, he ол she қыз, it ол деген сөз. We деген біз, you сен, олар they. Оған were. Бұл көпше түрде, бұл жекеше түрде. Мұнда да солай, бірақ мұнда емес дегендей. Мұнда wasn't, was not. Немесе was not деп жазуға болады. Мұнда I, he, she, it-қа. We, you, they-ға weren't болады. Немесе were not болады. Мұнда sleeping дегені ол мысалға түрде ғой. Мұнда was, I, he, she, it, sleeping. Мұнда тура солай, просто наоборот. Мұнда да тура солай. Және астында мысалға түрде жазылып тұр. I was studying. Ing жалғанған. Да I оған was сөз жазылады. Міне was. I was studying at 10 o'clock last night. I wasn't watching TV. Мұнда мен телевизор көрмеймін деп жазылып тұр ғой. Сосын мұнда астында екіншісі It was raining yesterday and the children were playing in the rain. Вот солай жазылады. Мұнда да ережесі тұр. Ing жалғанған. Міне бірінші тапсырма. Сол үшінші тапсырмасын біріншісі. I was sitting on the sofa when I was saw. Мұнда си сөзі сауға ауысады. Мұнда sitting болады. Мұнда ing жалғанады. Мұнда I was, потому что бұл жекеше түрде. Мен деген сөз жекеше түрде. A spider on the wall. Мұнда екіншісі while Samantha was болады, потому что жекеше түрде, сосын talking болады. Ing жалғанады на talk деген сөзге. Мен мұнда жазбадым. Өздеріңіз жазасыздар. Мұнда Pam write emails. Write болады. Сөйтіп ауысады. Мұнда was сөзін жазбайсыздар. J write деп жазасыздар. Write емес, wrote па солай. Мұнда while you were playing. Жаңағындай мына жерде жазылып тұр ғой. Playing. Тура солай ing жалғанады. Play деген сөз не? Міне мұнда. Playing tennis Rob. Rob was colored. Мұнда at сөзі жалғанады. You. Сосын colored you. The teacher was writing. Мұнда was, потому что бұл жекеше түрде. Сосын ing жалғанады. So meeting to her students. When Mr. Barnes came into the room. Мұнда came болса, come болса cameға ауысады. Мұнда was, потому что бұл жекеше түрде. Бұл Mr. Barnes, бұл біреудің аты. Gary was falling and мұнда back деп жазасыздар. Ана was деген сөз жалға қосылмайды. His leg white, he was run болады. Мұнда was жалғанады. На back сөзін мұнда жаза саласыздар.
бұл мында falling болады. Мында Гарри уас болып тұр, потому что бұл Гарри деген ол біреудің аты, содан уас жауған адам. Міне бүгін мен ағылшын тілі туралы түсірдім. Жарайды достар, пока. Каналға подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер.